Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге ауызда еритін әрі өте дәмді болып шығатын пюренің рецептін ұсынамын. Алдымен картошкамызды турап, үстіне суымызды құйып, газымызда картошкамыз піскенге дейін қайнатып аламыз. Орташа отта 15-20 минуттай қайнатамыз. Мінеки, картошкамыз дайын. Енді үстіне сары майымызды саламыз. Сүтімізді құйып, дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап біркелкі болғанға дейін еземіз. Біркелкі болғанға дейін жақсылап езіп аламыз. Өте қарапайым рецепт, әрі тез дайындалады. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алда сіздерді көптеген рецепттер күтіп тұр. Осымен біздің пюреміз дайын. Енді дайын болған пюремізді дастарханымызға ұсына береміз. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ас болсын. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Өз отбасыңызды дәмді тағамдармен қуанта беріңіздер.